кеше менің ассистенттерім айтып отыр да, мынау қалып кетіп тұр ғой. Ой, сәлем. Адырқаны максималды түрде бізде Алматыда ақша жасатайық дейді. Көрдіңіздер ғой, қатыста болғандар. Сонымен айтып отырмын да, маған чисто өсемін, табысқа жетемін, действительно маған білім керек деген адамдар керек та, маған просто сан емес, маған сапа керек. Сондықтан мен ойлаймын, осы жерде жақсы бір табыстың көзін көрейік деп ниеттеніп тұрған жандар келіп отыр деп ойлаймын. Кеше ғана Инстаграмда бір театр па білмеймін енді, бір имамның видеосы алдынан шыға келді. И сол видеода бүйтіп айтады да, бүйтіп бақырайтып тұрып жазып қойып, тиктокта бүйтіп жазып қойды ғой, бақырайтып тұрып. Сразу назар аудардым да, адамдарды байытам деп әуре қылмаңыз деп. Сосын тыңдадым. Сөйтсем айтып жатыр да, бай адамдар и так та уже әрекет етіп жұмыс жасап жатыр дейді. Жаңа кісінің айтып отырғаны. Бай адамдар и так та әрекет етіп жұмыс жасап жатыр дейді. Ал жұмыс жасамай жатқандар, олар енжар, жалқау, қолынан түк келмейтіндер. Оларды зачем сіз бай қылып үйретемін деп әуре қылып жүрсіз дейді. Аналар и так та байып жатыр ғой дейді. Мен мысалы ол кісінің нәрсесімен келіспеймін. Мысалы қаншама адамдар болады, ол жалқаулық емес, оларда білім жоқ болуы мүмкін. Олар неден, қалай бастауды білмейтін адамдар болуы мүмкін да. Сондықтан мен сіздерге соған бір себепкер ретінде осы жерге келіп отырмын. Мен бүгін сіздердің алдарыңызда құрылтайшы, көшбасшы, миллионер ретінде емес, бір қазақтың бір қызы ретінде сіздермен кәдімгідей бір өзіміз отырып шай ішіп дейді ғой, сөйлескім келеді да, адами тұрғыдан. Біздің бұл сат компаниясын ашудағы мақсатымыз, құрметтілерім, Айнұра сәлем, құрметтілерім, мен адамдарды Айнұр Тұрсынбаеваның жанына жинап алу емес, өзімнің артымнан ертіп алу емес. Біздің бұл компаниядағы басты мақсатым адамдардың маңында емес, адамдарды компанияның маңына жинау. Компанияның миссиясының, қыздар не болып кетті, жыбыр-жыбыр, компанияның миссиясының жанына жинауда. Бұл дегеніміз не? Бұл компанияның миссиясы не? Бұл компанияның миссиясы бір адамның ғана өмірін өзгерту емес, адамның ғана өмірін өзгерту емес, құрметтілерім. Сат компаниясының миссиясы бір ұлттың арманын орындау. Яғни, бұл нені білдіреді? Мен осы уақытқа дейін сіздерге айтқан болатын. Қазақстанда қаншама сетевой компаниялар бар. Ешқайсысын жамандамаймыз. Аяққа нық тұрған, мықты маркетингпен 40 жыл, 60 жыл нарықта жұмыс жасап жатқан компания. Бірақ бұл компаниялардың басым көпшілігі емес, 100% осы классика жүзіндегілердің 100%-ы өзге елдікі. Енді назар аударсаңыздар, осы компаниялар өздеріңіз білесіздер, Herbalife, America, Amway, Coralpub, осындай компаниялар былай қарасаңыздар, зерттесеңіздер, сол компаниялардың үлкен рекордтарын жаңартып жатқан қазақтар. Яғни, өткенде мен бір тиктокта ресейлік бір орыс мынадай видео жасап қойған, осы жерге соғыстан қашып келген болу керек, ол видеода бітеді да, басын шайқап жатыр. Қазақтар, казахи не люди дейді да. Яғни, бұл деген сөз, олардың потенциалы, олардың еңбек қорындылығына мен тәнті болып отырмын деп, мақтап сондай сөзбен айтып жатыр да. И расымен де, құрметтілерім, менің қазір сіздердің алдарыңызға шырылдап шығуымның себебі, мен кез келген ұлттың алдында, кез келген адамның алдында тік қарап айта аламын. Қазақтың бойындағындай потенциал, қазақтың бойындағындай еңбек қорлық, қабілет, ешқандай елде жоқ. Біздің айтады ғой, қазақ өзін таныса әлемді бағындырады деп бекерден бекер айтып кетпеген да. Сондықтан бұл нені білдіреді? Басқа сетевой компанияларда жүрген қазақтар рекорд жасап жатыр. Бұл біздің мықтылығымызды білдіреді. Бұл сат компания, мен де өзге елдің компаниясында жұмыс жасадым, құрметтілерім. Бірақ мен түсіндім да, мен ол компанияда жұмыс жасап жатып, өзім айлық алып жатырмын, бірақ менің налогым, менің салығым өзге елдің экономикасын дамытуға жұмсалып жатыр. Яғни, менде мысалы о жерде енді ақша дегеніміз нәпсі дейді ғой. Нәпсі жағынан маған күшті болды да, ақша түсіп жатыр, мен довольнымын да, бірақ мына жүрек, рух дейді ғой, рухым маза бермеді маған. Табиғат Қалтайдың мынандай бір керемет интервьюі бар да, оған сұрақ қойды да, жетістікке жету жолында қиналу дұрыс па деген сұрақ қойды. Табиғат Қалтайды білетін шығарсыздар,
Сол ағайымыз былай жауап берді. Қиналудың екі жолы бар дейді да. Біреуі не нәпсі қиналады, не рух қиналады дейді. Нәпсі дегеніміз жаңағы ақша ғой, нәпсі құмарлық деп айтамыз ғой. Ол қалай деп сұраған кезде айтады да, бір адамдар болады, бір жерде жұмыс жасайды дейді да. Жұмысы адал емес, немесе ортасы ұнамайды, жасап жатқан жері ұнамайды, сатып жатқан товары ұнамайды өзіне ше. Рух қиналып жатыр, бірақ нәпсі қиналып жатқан жоқ, ақша түсіп жатыр дейді да. Күшті. Бірақ сондай болады ғой, бір жерде жұмыс жасайсың, амал жоқ, бастығың ұнамайды, просто ақша үшін жүресің да. Нәпсі нормально, но рух қиналып жатыр. Ал бір адамдар болады дейді да, рух қиналады дейді. Ой, рух қиналмайды, яғни ортасы күшті, барлығы жақсы, ұнайтын жұмысы, бірақ нәпсі қиналып жатыр, ақша аз, ақша жоқ дейді да. Осының қайсысы дұрыс деген кезде табиғат қауыт айтады, ең бастысы рухты езбеу дейді. Яғни дейді, нәпсісі қиналмай, рухы қиналып атқан адам дейді, ана тапқан табысын ертең рухын емдеуге жұмсайды дейді. Ал рухы қиналмай, бірақ нәпсісі қиналып жатқан адам 1-2 жыл шыдаса дейді, сол миллиондарды спокойно табады деген сөз маған өте қатты әсер етті. Яғни мен өзге компанияда жұмыс жасадым, менің нәпсім қиналған жоқ, ай сайын 40-50 миллион тауып жатырмын, бірақ менің рухым қиналды, менде мазасыздық болды. Мына компанияға қазір келдім, біздің тапқан табысымыздың барлығы сіздерге төлеп жатыр, жаңа өнім шығаруға, компанияны дамытуға, маркетинг. Біздің маркетинг жоспар, басқа компанияларда маркетинг өзгеріп, ақша қысқарып, тауар қымбаттап жатса, біздің маркетинг керісінше ай сайын көбейіп жатыр, ақшаны сіздерге қосып беріп жатыр да. Яғни нәпсі жағынан бұл жерде мен бұрынғыдай күшті ақша тауып жатқан жоқпын, но менің жүрегім тыныш. Рухым тыныш, қаншама қазақтың әйелдеріне, қаншама қазаққа осындай табыс табуына үлес қосып жатырмын. Деген сондай тыныштықта. И біз қазір мен тауып жатқан әрқайсыларыңызда ИП бар, айлық шешіп жатқан. Яғни біз қазір осы Қазақстанның экономикасын дамытуларыңызға әрқайсыларыңыз тамшыдай болсын үлес қосып жатсыздар, құрметтілерім. Сондықтан ең бастысы бұл қазақтың компаниясы, соны айтқым келеді сіздер. Бұл жерде қазір біреулеріңіз не үшін осыдан бастадым, өйткені біреулеріңіздің рухыңыз қиналып жүруі мүмкін, но айтып отырмын ғой, жүрек тыныш қой. Мақтанышпен жүрсіздер ғой, отандық компаниядамыз, қазақтың компанияда ешкім мына жерде орысша презентация жасап, миымыз ашып, оны аударып жатқан жоқпыз. Барлық қазақша өзіміздің тілде өтіп жатыр. И біз өзіміздің елге пайдамыз тиіп жатыр, құрметтілерім. Енді қараңыздар, жаңағы маркетинг план бойынша мен сіздерге мынаны айтқым келеді. Маркетинг план дегеніміз не? Давайте шынайы, мына жерде ешкімге ұрысып жатқан жоқпын, ешкімді сынайын, мінейін деп келген жоқпын, құрметтілерім. Менің бір айтайын деген нәрсем, сіздер естідіңіздер, біздің анамыздың ауырып қалған, енді бүкіл Қазақстан естіген шығар, 20 күннен шыны керек жұмыстан алып қалдым. Өте қатты енді жағдай болған, барлықтарыңыз білесіздер. Бірақ құрметтілерім, сол кезде менің түсінгенім, адамның аяқ қолы сау ма, балаңның дені сау ма, болды. Басқа сенде ешқандай проблема жоқ. Ақша табу дегеніміз бұл өмірде ең оңай нәрсе. Любойыңыз осы жерде ертең Forbes журналына кіріп, мультимиллионер болсаңыздар таң қалмаймын. Взглядтарыңыздан сомнение көріп тұрмын. Сомнение. Он не айтып жатыр деп. Forbes-нес 200 мың теңге таба алмай отырғанда деген сомнениені көріп тұрмын. Енді қараңыздар, құрметтілерім. Ризықта шектеу жоқ дейді, ризықта шектеу жоқ. Барлығыңызға мүмкіндікті беріп қойғанда, просто өздеріңіз, әрқайсыларыңыз өздеріңіз шектеу отырсыздар. Құрманғазы Садыбаев, мен осыны айтқым келіп тұр, құрметтілерім, мощный. Сырма Өзханды білесіздер, Сырма Өзхан, Жандарбек Мұғафовты. Өткенде Сырма Өзхан екеуміз сөйлесіп қалдық та, 1 сағатқа кездесеміз деп екеуміз 4 сағат сөйлестік. Енді ол кісі де осы именно рухани жақты, ислам жақты насихаттап жүрген жан ғой. И сол кезде екеуміз әңгімеміз жарасып кеткені соншалық, оның әңгімесінен қосқан дүниелерінен инсайт алып жатырмын да. Өзіме бір керемет нәрселерді алдым да. Негізі, бұны мен сіздерге айтқан болатын. Құрманғазы Садыбаев туралы. Құрманғазы Садыбаев менің ұстазым. Мен сол кісіге сұрақ қойдым. Аға,
егер ризықта шектеу жоқ болса, байлық көп болса, ақша көп болса, адамдар неге кедей? Неге қарызға батып жүр? Не үшін қиналып жүр дедім. Біреулер жүреді ғой, мысалы, все, менің тағдырыма, мен вообще сенбеймін. Менің байлықты Алла тағала біреуге беріп, біреуге бермейді дегенге мен сенбеймін. Потому что Алла тағала жомарт, шексіз жомарт. Ол өзінің құлының қиналып қарызға батып жүргенін қаламайды. Мен білмеймін, біреу маған Алланың атына сөйлеме дейді, потому что я Алла тағаланы осыншалықты жақсы көремін де, и оның жомарттылығына шексіз сенемін да. Енді қараңыздар. Сол кезде Құрманғазы Сәдібаев айтады да, мен айтам, тағдырыма осы болды, менің тағдырыма осындай кедейлік, тағдырыма өстіп қарызға батып жүру жазылып қойған деп жүреді ғой. Сонда қалай болды, соны қалай шешуге болады деген кезде Құрманғазы Сәдібаев мынандай мощно маған ес айтады. Айтады да, адамда бір ғана тағдыр емес, адамда тағдырлар бар дейді. Тағдырлар бар дейді да. Ол қалай деген кезде айтады, мысалы сіз ресторанға келесіз. Ресторанға келген кезде алдыңызға меню береді ғой, меню. Тамақтардың мәзір. Сол жерде мысалы бір ресторанда 300-ге жуық меню болады. И адам келеді да, өзіне қажетті тамағын таңдайды соның ішінен. Палау, сорпа деп өзіне таңдайды дейді да. Дәл солай әр адамның, қараңыздар, мен Құрманғазы ағайға ақша төлеп алған сабағым құрметтерім. Менің миымда төңкеріс жасаған инсайт бол. Сол кезде ол айтты, прям я хочу осы жерден сіздер мүмкін емес, Алланы жомарт, прям мен бай болам деп шықсаңыздар деген ниетпен деп тұрмын. И сол кезде айтады да, әр адамның өмірінде дәл солай мәзір сияқты бір емес, санын оны айта алмаймын дейді. Санын қанша екенін білмеймін дейді. Бірнеше тағдыр жазылған дейді. Кез келген адамның бойында дейді. Енді қараңыздар. Алланың жомарт екенін ескеретін болса, ол тағдырдың ішінде Forbes да бар. Ол тағдырдың ішінде самолет алу да бар, виллада тұру да бар. Яғни бір бәленбай тағдыр жазылған дейді да. И тура жаңағы ресторандағы мәзірді таңдағандай адам келіп өзінің тағдырын таңдап жатыр дейді. Әр адам бүгінгі сіздің жасап жатқан, сүріп жатқан өміріңіз, материалдық жағдайыңыздың барлығы анау списоктың ішінде өздеріңіз таңдаған. Оны Аллаға жаба салудың қажет емес. Ол Алла тағала бізге таңдау мүмкіндігін беріп қойған ғой. Ризықта шектеу жоқ, тағдырда таңдау бар делінген. Енді қараңыздар, соны таңдап өзіңіз отырсыздар. И осыны мен сырымға айтып жатырмын ғой. Сырымға өз таңдап қараңыздаршы, қандай ақылды жігіт деймін да. Мен айтым да, осылай Құрманғазы ағай айтты. Осылай екен, біз мейрамханаға барғандай, әр адам өзінің тағдырын таңдайды екен дедім да. И сол кезде ол айтады да, енді Ардақ ханым қараңызшы дейді да. Адам барып сол тағдырдың ішінде кедейлік, кредит, алқаш кеуіп таңдамайды ғой дейді да. Сонда қалай ол десем дейді да. Ол адам дейді, анау ресторанда адам тамақты таңдағанда қалай таңдайды дейді. Өзінің аппетитіне сай таңдайды дейді. Көрдіңіздер ма? Әр адамның аппетиті қалауы ғой. Қазір сіздерге не үшін айттым, күмәнданып отырсыздар деп. Почему? Потому что мен сіздерге Forbes десеңіз сіздер, ойбай, керек емес. 200 мың, 500 мың стаж жасақ деген. Бұл сіздер өздеріңіздің аппетиттарыңыз басып тастағансыздар да. Мен қаншама, мысалы, қазір блогерлармен, миллионер қыздармен, жұлдыздармен араласам, құрметтілерім, соларды бір сіздерден ақылды деп айта алмаймын. Кейбіреулер Инстаграмда сарнағанмен өмірде екі сөздің басын қоса алмайды да, бірақ оларда бір ғана сіздерден ерекше қасиет, аппетиттары страшно. Аппетиттары страшно, қалаулары мықты да, бәтеңкенің бауын сұрасам да берем дейді, бірақ сіздер өздеріңіз шектеп тастағансыздар. Осы жерге келіп, даже маркетинг планды 200-ге дейін мастерға дейін қарайды да, ана бриллиантовый ранттарды ашуға қорқады біздегілер ше. Ана жердегі 10 миллион, 20 миллион ашуға өздеріңіздің аппетиттарыңызды басып тастап, өздеріңізді неге лайықтымын дейсіздер, сол сіздердің өмірлеріңізде болып жатыр. Ауыздарыңызбен айтуларыңыз мүмкін, мынау бірақ миларыңыздың жүктердің түбінде, осы 500 мың тақсам да жетеді, 200 мың теңге тақсам да жетеді. Вау, 200 теңгеға түскен ақшаға мәз болып жүрсіздер. Аппетитті ашу керек. Аппетитті ашамыз ба? Ашамыз. Прям сенімді түрде, күліп емес, күмәнданып емес, сенімді түрде барлығымыз аузымызға Алланы тастамаймыз. Бисмиллах, Алла қаласа деп молшылықты беретініне сенім артпаймыз. Верим в Аллаха, но не доверяем. Вот это ваша проблема.
Яғни менің просто сіздерден ерекшелігім, яғни мен ислам жағынан, діни жақтан әлсізбін, енді сауатсызбын да, сауатсызбын. Бірақ мен кішкентай кезімнен бастап білем, Алла тағала меня любит. Яғни менің анам ауырған кезде де мен Алла тағаладан, Алла тағала білесіз ғой, мен бұл сұнақты көтере алмаймын, білесің ғой дедім. Алып шықшы менің анамды. Сұраудан ұялмаймын, сұраудан қорықпаймын, потому что оны білемін. Сіз өзіңіздің балаңызды қалай жақсы көрсеңіз, ана үйге барғанда балаларыңыз, немерелеріңіз көргенде жүрегіңіз езіліп, бүкіл проблеманы ұмытып кетесіздер. И ол солай 100 есе бізді жақсы көретін, бізді махаббатпен жаратқан жаратушым сіздің сондай қайғыры жүргеніңізді қалайды ма? Просто бізге таңдау беріп қойдық. Әрқайсыларыңыз офисқа келудің орнына тойда жүрсіз, кездесу жасаудың орнына, жаңағы маркетингті жасаудың орнына, жаңағы Мөлдір Мұхановамен кімді аңдып жүрсіз Инстаграмда, TikTok қарап жүрсіз деген сияқты. Барлығымыз сөйтіп алтын уақыттарымызды болмайтын, сіздердің өмірлеріңіздің сапасын өзгертпейтін дүниеге жұмсап жатсыздар. Менің басыма сиятын информация сізге де сият. Барлығымыздың миымыздың размері бірдей екен ғой. Но сіздің миыңыздың размерінің жартысы жаңа Қайрат Нұртас не болды екен, жұлдызбен ажырасып кеттім екен, жартысы соған толып қалғанда. Сіздің өміріңізге ешқандай қатысы жоқ, сіз өзгерте алмайтын нәрселерге жұмсап жатсыздар, құрметтім. Сондықтан бізде Бақытжан деген Алматыда, Астанада лидеріміз бар ғой. Сол келді компанияға тіркелген кезде бүйтеді, платинум директор автобонус дегенді қызылмен орап алдым дейді. Сызып алдым дейді. Аппетитті көрдіңіздер ма? Все, мен жабамын. Ол өзінің спросын үлкен мақсатты қалады, соған жетті. Сіздер осы жерге келіп, активация жасасам, ой деп келдіңіздер, активация жасадыңыздар. Егер дәл осындай настроймен активацияны қалай жасаймын, соңға сатып алсам екен деген дәл осы настроймен, Құрманғазы Садыбаев айтады, ризық деген ол тек қана ақша емес, ризық деген сенің денсаулығың, ризық деген сенің күйеуің, ризық деген сенің бала-шағаң дейді. Енді қара дейді, и ақша да ризық дейді. Енді қараңыз дейді, адам дейді, адам. Тура ана баланы өмірге келетіндей әрекет етті ғой ана ризыққа. Үйде жүрген, жүгіріп жүрген ризыққа жету үшін страшный әрекет еттік қой біз, е? Дәл солай ақшаға қарай әрекет етсе, ода да нәтиже болушы еді дейді. Ана сүйген жігітіңізді өзіңізге қарату үшін әрекет еттіңіздер ғой максималды. Сол ризыққа қол жетіп отырсыздар ғой. Дәл солай ақшаға әрекет етсе, оған ол жетеді дейді. Просто аппетиттарыңызды басып, шектеп тастап жүрсіздер, құрметтерім. Сондықтан прям өздеріңізге мақсат қойыңыздар и қорықпаңыздар, үлкен мақсаттан қорықпаңыздар. Алла тағала сізге сіз ана әсемге платинумды беріп, сізге тек қана активация беретіндей саудагер емес. Ол сіздің таңдауыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің аппетитіңіз құрметтерім. Түсіндіңіздер ма? Иә. Енді қараңыздар. Енді в чем проблема енді? В чем проблема? Проблема неде? Айтайық, давайте, сұрақ. Мен даусым өзі сондай бестерге ұрсыватқан жоқпын. Ұрсыватқан жоқпын. Мен айтады ғой, қазақ адамдардың қарыздан құтылып, жаңағы табысты болуына жұмыс жасаймын деп максимал түрде шырылдадым ба, мен сол сөзімде тұруым керекпін. Мен сол сөзімде тұруым керекпін. Және сіздер өсу үшін өзімнің тарапынан барлығын жасаймын. Бірақ өкінішке орай, сіздің қолыңызбен, сіздің аузыңызбен жұмыс жасай алмаймын. Ол сіздің мүддеңіз. Енді қараңыздар, в чем проблема? Не проблема сіздің? Клиент жоқ деп отырған ғой. Клиент жоқ не үшін? Жұмыс жасамаймыз. Көрдіңіздер, е? Клиент жоқ, түбі, бұның өзі ерлік. Марғұлан Сейсенбай айтады ғой, өзін кінәлайтын адамда шанс бар дейді. Значит, сіздер шанс бар. Әумин. Тағы, в чем проблема? Не проблема, қыздар, не проблема, давайте, шынайы. Ашылыңыздар, еркін, ешкімнен артық, ешкімнен кем емес. Мен сіздерге бірдей, шынмен жанашырлықпен бүгін келіп тұрмын. Тұрақты әрекет жоқ. Система жоқ. Енді өзіңіздің кінәңіз, иә? Сіз емес, осы компанияда проблема бар ма? Маркетингте проблема бар ма? Өнімде проблема бар ма? Жоқ. Түсінікті, иә? Енді жасаймыз,
Маған мынандай сұрақтар қояды да, Ардақ ханым, саламатсыз ба? Қалай ойлайсыз дейді. Қалай ойлайсыз? Мен мына жерден үлкен табысқа шыға аламын ба? Ардақ ханым, қалай ойлайсыз? Осы жерде барлықтарыңыздың көкейлеріңізде тұрған сұрақ. Осы жерде өсе аламын ба? Миллионға жете аламын ба деген сұрақ қойылды ғой. Сол кезде мен бірақ жауап беремін. Сен қалай шешім қабылдайсың, солай болады. 100%. Не? А сіздердің шешімді қабылдағандарыңыз активация. Мынандай проблема. Активация мынандай проблема. Активация вообще проблема емес. Енді қараңыздар, почему енді жаңа ризықта шектеу жоқ, барлық мүмкіндік бар деп жатырық та. Енді қараңыздар. Енді жаңа көбіңіз айта алмай кішкене қысылып отырсыздар, қысылмаңыздар, давайте қысылмаңыздар. Осы жерде айтып, осы жерде ашып тастамасақ, басқа жерде қай жерде ашасыздар? Өйткені тек қана мен айтамын ғой, өмірде адамдарға біздің бір саты төмен болғанымыз тиімді. Туыстардың арасында ащы болса да шындық, сіздің ақшаңыз олардан сәл аз болғаны, бір саты сәл төмен тұргеніңіз тиімді. Ол ащы болса да шындық. Сізді аяп, сіз одан келіп қарызға ақша сұрап, жаңағы жалғыз еткеніңіз тиімді да. Бірақ сәт компаниясы да мен үшін, сіздердің көшбасшыларыңыз үшін, бізге менің сіздермен қарым-қатынасым дұрыс емес болса да, мен сіздерді танымайтын, сіздер бір айдалада тұратын адам болсаңыздар да, біздің маркетинг бойынша сіздердің әрқайсыларыңыздың табысқа шығуларыңыз бізге тиімді. Сіз миллионер болсаңыз, біздің табысымыз өседі, біздің товар оборотымыз өседі. Сондықтан сіздерді өсіруге біз барлық күш-жігерімізді, барлық білімімізді аямаймыз. Енді жаңағы айттыңыздар, клиент жоқ дедіңіздер, отказ жасайды дедіңіздер. Тағы не, қандай проблема? Давайте айтамыз. Өнімге сенбейді дедіңіз. Әркімнің санасына жету керек қой. Ал? Санасына жетіп түсіндіру. Санасына жетіп түсіндіруге не проблема? Чем проблема? Олар түсіндіре алмайсыз, түсінбеу. Қазір мынандай көп дейді, бәрі отказ береді мысалы. Сол кезде істеу керек ал. Аха, все, түсіндік қазір. И көп адамдар алғысы келеді, қарызға сұрайды. Қарызға сұрайды дегеніміз, қарызға вообще бермеу керек. Қарызға сіз автоматом айттыңыз ба, қарызға бір адамға бердіңіз ба, все, сіз уже өнімнің құндылығын түсіндіңіз. Егер ол өнімнің құндылығын адамға жеткізетін болсаңыз, ол адам уже понимает, есіңіз кім? Меруерт маған по-любому қарызға бермейді деп ана ақшаны тауып алып береді. Енді қараңыздар, бұл дегеніміз жаңағы кедергілер. Кедергілер ғой, я? Кедергілер. Бизнесте кездесетін кедергілер. Енді қараңыздар, бұл қиындықтар не үшін береді? Өмір. Баспалдақ, я? Қыздар қараңыздар. Өмір мынандай баспалдақ. Мен үшеуін сызам. Кедергілер ары қарай. Мынау ортасы дейді, я? Қазіргі сіздің өміріңіз дейді, я? Өмір баспалдақ. Не төмен құлдырайсың, не жоғары жүресің, не бір орында тұрасың. Солай ғой. Өздеріңіз қазір түсініп тұрсыздар. Қай сатыда, қай жерде өздеріңіз тұрғандарыңыз. Енді қараңыздар. Төмен түсу. Просто баспалдақ деп көзімізге елестетейікші. Төмен түсу. Удобно ғой, я? Ыңғайлы. Ал жоғары көтерілу, усилия, да, кішкене күш салу керек. Бір орында тұру, ол вообще рахат нәрсе. Енді қараңыздар. Жаңағы сіздердің айтып жатқан қиындық, кедергі дегеніңіз не? Оны не? Бұл бар ғой кәдімгі, бұл батыс психологтарынан бұрын біздің өзіміздің исламда уже насихатталып қойған нәрсе құрметтер. Мынау сіздің қазіргі өміріңіз, кредитіңіз, материалдық жағдайыңыз, яғни осы бір сарынды өмір өтіп жатыр. Как только сіз табысқа шыққым келеді, үлкен ақшаға шыққым келеді деп ниеттенген кезде жоғары көтерілу керек қой, жоғары көтерілу керек. Мынандай баспалдақ пайда бола бастайды. Сіз мына жерде тұрсыз. Мына баспалдақ пайда бола бастайды. Яғни бұл жерге көтерілуге сізге күш керек. Энергия. Яғни қараңыздар, бұл біздің өмірдегі сынақ.
сынақ дейді, қиындық дейді. Яғни адам ниеттенеді ғой, мен өскім келеді, табысқа шыққым келеді. Жалпы деймін да, адам жақсы жаққа, мойындаңыздаршы, жақсы жаққа өзгергіміз келген, өзгеру обязательно усилие. Обязательно күш керек та, жақсы. Өмірде даже жақсы адам болу үшін, жаман адам болу үшін ешқандай күшті энергия да қажет емес. Қазір мен мына жерге шығып, бір боғауыз сөз айта салсам, күш керек болған. Мен автоматом сіздердің алдарыңызда жаман адам болып шығамын. Ал мен жақсы адам болып сіздердің назарларыңызға өзіме аударту үшін мен не істеймін? Оқимын, энергия, күш сіздерге дайындалам. Жалпы өздеріңіз назар аударыңыздаршы. Элементарно салауатты өмір салтын ұстанамын. Спортпен айналысу керек дейсіздер. Күш керек па? Күш керек. Немесе, все, ертеңнен бастап артық салмақтан арыламын. Күш керек па? Күш керек. Сила воли керек та. Яғни, бұл не только бизнеста, любой нәрсені адам, жалпы жақсы адам болу үшін сізде жақсы энергия болу керек. Ал жаман адам болу үшін вообще энергия қажет емес. Бір боғауыз сөзді айта саласың, все. Ешқандай энергия, усилия қажет емес та. Ал артық салмақтан арылам дейсің, и обязательно жақсы жаққа өзгеретін кезде алдына бір кедергі шығаратын өмірдің заңдылығы ол, қыздар, ол бизнесте емес, ол өмірде де. Бүгін артық салмақтан арылам, жақсы жаққа өзгерем деп ниеттендің ба? Кешке жақын сен бешбармақпен қонаққа шақырып қалады. Тойға шақырып қалады. Алдына бір тамақ шығып қалады. Обязательно бір бүгіннен бастап білімімді шыңдаймын деп бір сағатта ашып қалған кезде Инстаграмнан бір күшті Мөлдір Мұқанованың подкасты шыға келеді дегендей ше, уже көрдіңіздер жақсы жасайын деп отқанда мына жаққа қарай уже обязательно алдынан какой-то қиындық шыға келеді да. Өмірде барлық табиғаттың заңдылығы екенін біз мойындауымыз керекпіз. Енді қараңыздар, как только сіз осы бизнесқа келіп, осы жерде өсем, үлкен табысқа шығам деп ниеттене бастаған кезде, сіздің алдыңыздан сынақ шыға келеді. Сол кезде, қараңыздар, сол кезде сіз, ой, мынаның үстіне қалай мінем, ой, клиенттер жоқ, маған отказ жасап жатыр, то-то-то дейді. Енді қараңыздар, Алла тағала бүйтіп айтады, жаңағы қазақ айтады да, сенің қарызың болса қуан дейді. Қарызың көп болса вообще қуан дейді. Өмірде дейді да, бірде-бір адамның жақсы өмірден мықты болып кеткенін көрген жоқпыз дейді. Барлық бүгінгі күні жетістікке жеткен адамдардың барлығы тығырыққа тіреліп шыққан да. Яғни сенің өміріңде қандай да қиындық болса қуан, сенің өмірінде үлкен қарыз болса қуан, қиналып жүрсе қуан дейді. Не үшін десе айтады да, демек Алла тағала саған осы қиындықтан құтылатын энергия беріп қойған, потенциал, осы қарызды жабатын, осы қарыздай ақша табатын потенциал беріп қойған дейді. Сайдмұрат Давлатовтың әңгімесін білесіздер, иә? Сайдмұрат Давлатов бүкіл бәленбай миллиард доллар қарыз болып, в общем, ол ауылда кишлакта тұрған кісі ғой. Кишлакта тұрған, әкесі қайтыс болып кеткен, жалғыз анасы бар, ағаларын бәрі қойып алып кеткен. Сөйтіп, ол мен Москваға барып оқимын деген. Сол кезде бәрі күлген оған, жан-жағындағылар бәрі. Ей, сен кишлакта тұрасың, малшының баласы сен Москвада кім күтеді деп сөйткен. Сөйтіп, ол байғұс ешкімді тыңдамай Москваға барады, ананы бір жасайын дейді, наны бір жасайды дейді да, 2 миллион доллар ма қарыз болып басталды. 250 миллион доллар. 250 миллион доллар қарызға батып, басын салбырап үйге келеді. Сол кезде жаңа қанша десе 250 миллион доллар дейді. Сол кезде ана ағасы, айттым ғой мен саған, нең бар еді, біз сияқты мына малшының балаларына ондай өмір бізге тең емес. Біз осытып мал бағып жүргіміз керек. Зачем саған сол жаққа ұмтылып, Москва демей, осы малды бағып жүре бермедің ба деп, жаңағы жерден алып, жерден салып жатқан кезде анасы шаймен кіріп келеді екен да. Сол кезде не болды деп сөйткен ғой. Сөйтсе, мама мен қарыз болып қалдым депті. Анасының даналығын қараңыздар. Қарыз болып қалдым десе, мамасы ештен кетпейді. Үйді сатамыз, ана 5 қойымызды сатамыз, жабамыз қарызыңыз десе. Мама, ол қарызды жабу үшін ауылды сатсаң да жетпейді деген ғой. Қанша қарызсың десе, жаңа 250 миллион доллар десе, анасы айтыпты.
жарайсың депті балам. Бір адамға депті, просто садиктің ақшасын төлеу проблема. Бір адамға ауылдан ауылға барып келу проблема. Егер Алла тағала саған 250 миллион доллардай қарыз беріп қойса, демек Алла тағала саған сол ақшаны табатындай потенциал беріп қойған деген екен. Енді қараңыздар. Это 100%. Это 100%. Енді қараңыздар. Сіз осы жерде алдыңыздан сынақ шыққан кезде, сіз ананы бүйтіп, ой, ана клиент жоқ, бүйтіп жатыр деп естіген кезде, сіздің бойыңызда энергия бар. Соны жабатын, соған жететін сізде энергия бар 100%. Но біз не істейміз? Біз энергиямызды автоматтан қайға жұмсаймыз? Ой, маған қайда? Оған жетпейді. Маған ондай болу қайда? Мен олай сөйлей алмаймын, мен олай сата алмаймын, мен үйтіп айта алмаймын. Сетевой не мое, ол Алматыда тұрады, мен Шымкентте тұрамын. Анада менің отбасым қарапайым, мен үйде отырған анамын, менің қарным қарапайымын, деймін да. Ал энергия Маржан Сейтенбай айтады. Энергия бір жаққа ғана жұмсалады. Или сенің мынау тығырықтан өтуге жұмсалады. Не? Жаңағы сенің проблемаларыңа, қиындықтарыңа. Яғни сіздің мойныңызда сондай проблема бар, но сіздің бойыңызда мынадан өтетін, соған жететін, сол миллионға жететіндей энергия, потенциал Алла тағала беріп қойған, бірақ сіз сол энергияңызды қайдағы, клиент жоқ, шағымдануға, өз-өзіңіздің самооценкаңызды түсіруге жұмсап жатсыз. Жылай бастайсыз. Сол кезде Аллахым не істейді? Аллахым өте қатты жақсы көреді. Өте қатты жақсы көреді деп айтады. Менің пендем қиналып кетті ғой. Қой, қиналмай-ақ қойсын. Дейді да, маған алғыс айтады. Осы өмірмен сүре берсін. Здесь ему комфортно. Удобно. Яғни, ана жаққа көтеру үшін сіз шағымданып, қиналып, анау жоқ, мынау жоқ, бүйттім, қолынан келмейді деп өзіңіздің жаңағы шағымдана бастадыңыз ба? Сосын Алла тағала айтады да, мынау қатты жылап саған шағымданып кетті ғой. Қой, керек емес, көтерілмей-ақ қойсын. Осы өмірінде сүре берсінші, тып-тыныш дейді. Түсіндіңіздер ма? Я всегда, ана айтады ғой, просто қазақта сөз бар ғой. Қиындықтың артында үлкен ризық жатыр. Қиындықтың артында жақсылық жатыр дегеннің түсініктемесі осы. Менің алдымда да қаншама қиындықтар шығады. Я понимаю, зачем мне это дается? Одан өсу үшін. Яғни кешегі, мысалы менің анамның, мен өзіме сондай инсайт алдым. Анамның осылай не үшін мен ауыртты? Біріншіден, ардақ демалсын деді. Яғни қараңыздар, демалсын дегенде, кеше Мақпал Қаратаймен кездестік, сол Мақпал Қаратай айттым ғой. Мысалы мен ол жақта 20 күн жыладым, 20 күн қиналдым, 20 күн врачтарға жүгірдім. Мен почти 20 күн ұйықтаған жоқпын. Мамам деді қайрап, мамам даже ұйықтап жатқанда жүрегім соғып тұр ма, жоқ па? Сондай менде страх болды да. Кәдімгідей страшно стресс болды мен ол жерде. Но менде миымда жұмыс отключка болды. И бірақ анадан келген кезде мен Алматыға келе жаттып, менде тау қопарардай энергия болды ғой. Тау қопарардай. Сразу Әселге звондап, Әсел Алматыға кездесу ұйымдастыр, ертең барамын. Жыртам, бәріне айтам деймін да. Аяқ қолың саума неғып езіліп жүрсің. Бәрін тұрғызып әрекет еткіземін деп. До такой степени сондай энергиямен келдім да. Яғни, көрдіңіздер ма? Не үшін берілгенін мен түсіндім. Не үшін маған ол берілді? Потому что Мақпал айтады да, сен демалуды білмейсің дейді. Сенде 24 сағат мен жұмыс. Алла тағала сөйтіп анаңды ауыртып, сенің хотя бы жұмыстан мен тынықсын деген нәрсемен. Потому что мен түнімен ұйықтаған жоқпын, мамамын жүгірдім, ана врачқа, мына больницаға, Алматының больницасына екі жақта жүгіріп жүргенім, бұл әрекет, адам әрекеттен ешқашан шаршамайды. Жұмыстан естеріңізде болсын, адам ешқашан шаршамайды. Адам мидың эмоциональный состояниесінен ғана шаршайды. Көрдіңіздер ма? Яғни мен ол жерде жұмыстан босадым, бірақ физически жүгіріп жүрдім, мен одан вообще шаршаған жоқпын. Мен действительно бір отдыхқа барып келгенде мощный энергия алып келдім, қыздар. Сондықтан, міне, енді қараңыздар. Мен сіздерге өмірлік мысал келтіріп отырмын да. Ал енді қараңыздар, біздің бизнес. Өмірде қандай сынақтар болды? Жаңағы Давлатовтың мысалы 250 миллион доллар қарыз болды. 20 миллион қарыз болды.
өмірде жаңағы үйсіз жүру, қайғыру, анасынан, баласының ауырып қалу, жақыннан айырылып қалу деген өмірде өте үлкен сынақтар бар да. Ал біздің бизнестағы сынақтар не? Біздің бизнестағы сынақ мынандай емес. Біздің бизнестағы сынақ мынандай. Яғни мынау сынақ па? Клиент жоқ деп. Бұл сынақ па? Проблема ма? Маған күлді, маған отказ жасады. Офисқа келуді проблема ету. Біреуге обзвон жасауды проблема ету. Список жазуды проблема ету. Маркетинг планды жаттауды проблема ету. Анау өмірдегі қиындықтың жанында қиындық па, қыздар? Жоқ. Конечно, қиындығымыз. Это вообще ничто. Сіздерді былай қарасаңыздар, мына бизнеста бір ерунда тоқтатып жатыр ғой. Ерунда тоқтатып жатыр да. Бұл бизнес арқылы, мысалы бізде Әсел 2 миллион алады, я? 2 миллион ай сайын каспиіңізға түсіп тұрса нормально ма? Нормально ғой? Сол 2 миллион каспиіңізға түсіп тұрса, сіздің өміріңіздің сапасы әлде қайда өзгереді ғой? Конечно, өзгереді. Ал сол 2 миллион ай сайын каспиіңізға түсіп тұру үшін маркетингті жаттау керек, офисқа келу керек. Осындай сабақтарға мына Алматыда бізде мынадан 10 есе көп партнерлар бар. Келіп отқаны мынау. Басқа кісілер просто қараңыздар. Кредиті бар, қарызы бар, жоқшылық, балаларына кешке дейін макарон, бірақ деймді, мына офисқа келіп осы сабақты тыңдауды проблема болып отыр. Это проблема? Анаң сау болсын, ата-анаң аман болсын, бала-шағаң аман болсын, басқа нәрсе проблема емес. Саған біреудің отказ жасағаны сенің балаларыңның болашағын қамтамасыз етпейді. Саған біреудің күлгені сенің өміріңнің сапасын өзгертпейді. Саған даже біреудің молодец дегеннің өзі сенің өміріңнің сапасын вообще өзгертпейді. Но біз мұқтажбыз ғой. Біреу бізге көмектессе, біреу бізге бүйтсе, біреу бізге сөйтсе. Мен сіздерге бір мощный ес айтайын, я? Адам қай уақытта өседі? Сіз научитесь ешкімнен ештеңе күтпей. Ешкімнен көмек күтпей, қолдау күтпей, анау келіп мен заказымды алады, менің товарымды алады, маған керек деп. Адамнан ештеңе күтпеген кезде адам бүкіл жауапкершілікті өзінің қолына алады, и сөйтеді әрекет ете бастайды. Никогда ни от кого ничего не ждите. Сол кезде сіз полностью жауапкершілікті қолыңызға аласыздар да өзіңіз әрекет ете бастайсыз. Сол кезде Алла тағалам берекетін береді. Аллахым айтады, бұл менен күтіп тұр берекетін. Ана клиенттен емес, анау адамнан емес, анау наставниктан емес дейді. Просто жауапкершілікті өз қолдарыңызға алыңыздар. Аламыз ба? Аламыз. Мен осы жерден прям нәтиже шығарып кеттім деп отырмын. Құрметлерім, Алматы, алып қала Алматы, алып қала Алматы. Кеше Батысты көрдіңіздер ма? Кіп-кішкентай Батыс. Қандай товарооборот? 10 күнде Алматының товарооборотын жасап тастаған. В чем проблема? Ол да қазақ, сіз де қазақсыздар. Оларға біз бөлек маркетинг жасап берген жоқпыз. Алтыннан сұңғыла жасап берген жоқпыз. Біздің сатып атқан, сіздер сатып атқан шампуньды олар да сатып атыр. Сіздер сатып атқан шайды олар да сатып атыр. Сіздер жасап атқан олардың офисінен 2 есе кішкентай. Олардың, сіздердің жандарыңызда мен бармын, құрылтайшы келіп сіздерге сабақ беріп отыр. Олар жылына 1 рет әрең дегенде шақыртып алады. Просто біз жалқаумыз. Жалқаумыз. Әрекет жоқ. Яғни біз миллион алуға ерініп жүрген адамдармыз ба? Миллион бар, алуға ерініп жүрген адамдармыз. Какой-то бірна болмайтын сынақчықтарға сағымыз сынып жүр. И жаңағы сіздің айтқаныңыз, елдің бәрі жоқ деп айтады деген. Әпке, қанша адам айтыңыз количествосын? Не жоқ деді? Жаңа айттыңыз ғой. Санасын айтып, санасына жету керек қой. Оларға түсіндіресіз ол басқаша. Жоқ, сол қанша адам сізге жоқ деп айтты? Ол жетеді ғой бәрі көп. Примерно. 20. Тойға қанша адам шақырасыз? 300. Сол 300 адамды шақырдыңыз ба?
шақырдым. Аха. 300 адамның 20-сы жоқ деді ма? Жоқ, ол той тұрған жоқ мен. Жоқ, бизнес. Отказ берген адам. Бизнес. Енді солай болып тұр ғой. Мен мысалы, мен өзі ұйымдастырып солай жақсы көремін. Болған, бірақ санаға жету өте қиын. Мысалы, сіздің айтқаныңыз бәрі орынды. Мен ұғып та отырмын. Мен соны ертең жеткізуім де керек. Жететін адам мені ол жетіп алады жаңағыдай. Ал жеткізбейтін адамға жеткізе алмаймын. Соны сұрап тұрмын. Қазір оны мен сіздерге айтып беремін. Қараңыз, енді апай, сізбен сөз саластырайын деп отырған жоқпын. 20 адам жоқ деген кезде уже все. Сағысынды, шанс жоқ, үміт үзілді. Дұрыс. 20 адаммен жалғыз өзі бір островта қалып тұрған сияқты. 20-сының қалып қалды, сол 20-сын айтты, жоқ, Арда ханым, 20-сы да жоқ деп айтты, все. Басқа адамдар жоқ. 18 миллион қазақ. Өзі әр қазақтың өзінде туған туыс үрім бұтағын санайтын болсақ 1 миллион болады. 1 миллионның хотя бы хотя бы 1000-ына хабарласыңызшы, хотя бы 1000-ына 10 ключевой партнер келеді сіздерге. 1000 адамнан 10 ключевой партнер келеді. 10 ключевой партнермен сіз спокойно платином емес Рубин директорды жауып тастайсыз. Просто біз осы ғой, көрдіңіздер ма? 100% қазір әрқайсыларыңызға тоқтап сұрасам, қанша адамға айттың? Ешкім 1000 адамға әлі хабарласпаған, даже 300 адамға хабарласпаған. Вот. Ал сетевой бизнестің негізі, мен жаңа визажист Нұрыспен сөйлесіп отырып, әр жерге бір әдіс мотивация беріп кетеді, әңгімелесіп отырып қой, сол кезде жаңағы, осындай айтып отырмын ғой жаңағы. Нұрсат адам деген ештеңеден ұялмау керек, ол еркек. Мен визажист болып бастаған кезде бәрі күлді дейді. Типа, ой, голубой, ой, әйелдің ісін істеп жүр деп істеді. Қазір номер 1 визажист. Бүкіл блогер шоу-бизнес соған барады да. Ұялмау керек дейді. Қайта қазіргі заманда мүмкіндікті пайдаланбай ақшасы жүргеніне ұял дейді. Маған күліп отырған жігіттердің бәрі қазір сол арақ ішіп, темекі шегіп, қаңғып жүр, ақшалары жоқ дейді. Менен сұрайды дейді. Ұялмау керек. Қыздар, ұялатындай сіздер ұятты нәрсе жасап жатқан жоқсыздар. Бұл бизнес арқылы біз адамдардың өмірін өзгеруіне себепкер болып отырмыз. Бизнес арқылы. Өнімдеріміз арқылы денсаулығын жақсаруына себепкер болып отырмыз. Кремдер арқылы қыздарымыздың әдемі болуына сауаптысы ба? Сауапты. Пайдалысы ба? Пайдалы. Несі ұят? Егер сіз өзіңіз бизнес туралы айтуға ұялатын болса, это проблема сізде, значит, сіз мына компаниядан ұяласыз. Мен үнем айтам. Мен мынандай деңгейге жеткіземін деймін да, кеше бір маркетологпен сөйлесіп отырмын ғой, сол кезде айтамын да, мен бұл сат компаниясын бізге крупный сетевой компаниялар келіп коллаборация жасайық дейді, қосылайық деген ұсыныстар жасап жатыр да. Яғни біздің өсіп жатқанымызды біліп жатыр. Біздің небәрі 9 ай болды, 9 айда уже жасаған товарооборотымыз, 9 айда біздің әр офиста жиналған осындай командамыздың білім беріп жатқан, маркетинг, өнімдер шығарып жатқанымыз ешқандай компания мынандай срокта жасамаған. И Аллахтың қалауымен ертең әрқайсыларыңыз мынау саттамын дегенді мен Луи Виттондамын деген сияқты мақтанышпен айтатынмын. Ондай күнге жетеміз. Кәдімгідей бренд қыламыз. Бренд. Қай компания? Сат деп айтасыз. Осылай қарайтын болады бізге. Өйткені ең мықты орта осы жерде болады. Ең мынандай, мысалы басқа сетевой компаниялардан келіп жатыр. Айнұр Тұрсынбаеваның беріп жатқан білім, біздің беріп жатқан біліміміз. Басқа сетевой компанияда осындай білімдер берді ма сіздерге? Басқа сетевой компанияның адамдары, сізден келген адамдар, бізді таңдап келген адам, отандық компанияның адам. Қаншама осы жерде партнерлар бар. Бізде жаңағы кешегі Гүлдана, Бақа, Гаухартас, Батыстағы солардың барлығы басқа өзге компанияда 1 миллион, 2 миллион деп тауып жүрген қыздар просто жүректі таңдап, жаңағы нәпсін емес, рухты таңдап келген адамдар ғой. Сондықтан құрметтерім, қазір компания 9 ай дегеніміз не ол? 9 айлық баламен тең. Компанияның қазір осы басында мықты жетістікке жетіп алыңыздар. Басында осы бизнесті құрып алыңыздар. Ертең наурыз айында бізде Балуан Шолақта компанияның 1 жылдығы болады. Компанияның открытиясы естеріңізде ма? Кім болды? Кім көрді? Көрдік. Масштабты көрдіңіздер ғой? Деңгейді көрдіңіздер ғой? Уровеньді көрдіңіздер ғой? Қандай? Бүкіл Қазақстанның шоу-бизнесі, бүкіл Қазақстанның блогері сап деп бүйтіп шапалақтап отырғанын көрдіңіздер ғой? Биыл бізде 1 жылдық. Одан 2 есе масштабны жасаймыз.
И және осы сайт компанияларының лидерлары қызыл дорожкамен жұлдыздардың тұрған сахнасына марапатталады. Сол жерде признание болады. Сол жүреміз емес, сахнада тұрамыз емес. Жүреміз емес. Қызыл дорожкамен жүріп өтеміз. Вот. Ол мүмкін. Сосын қазір ешкім айта алмайды, негізі мен бар кезде ше, Аллах қаласа дейші, бұйырса дейші, уже қорқады. Нет, бұл ащы болса да шындық құрметлерім. Бүйтеді да? Бұйырса дейді. Бүйтеді да? Өзім қарыз, кредит, үй жоқ да, кел осы жерге компанияға. Осы жерден табысқа шығасың, миллионға жетесің, үй аласың десе, Аллах қаласа дейді. Бұйырса дейді да. Сонда қараңыздаршы, логикалық түрде ойланайық. Сен пәтерден пәтер, съемный квартирадан, анау хозяйкаларының ала көздеріне балаларыңды шуылдатпа, стенаны сырма, бүйтпе, қалт-құлт етіп қиналып жүрсің. Съемный квартирада тұрдым мен де. Маған нервым ұстайды. Ана хозяйка келіп, кішкентай балаларым бар, мына жерді сызып кетіпсіздер. Все, ремонт. Анау кесе дірілейсің, чорт болып қаласың, шыны керек та. Мен де солай болдым. Квартира сымат етіп тұрдым. Мұны қараңыздар. Енді қараңыздар. Сіз сөйтіп жүрсіз, қиналып, стресс, депрессия, балаларыңыз жалтақ секіріп ойнайды алмайды ғой ана жерде. И сізге сіздің ниетіңіз өзіңіздің үйіңізде тұру. Өзіңіздің үйіңізге рахаттанып, ешкімге жалтақтатпай өмір сүру. И тут сіз ойлайсыз, Аллах қалайды ма? Қаламайды ма деп. Как вы думаете? Қалай ойлайсыздар? Аллах қалайды ма? А не үшін біз қаласа дейміз? Потому что біз бүйтеміз. Потому что ол бізде анандай сылтау сөз болғанда, сіз әрекет етпейсіз, мына жерге келесіз, бір апта жасаған кезде сағыңыз сынып қалады, біреу күлсе бітті, настроениеңіз түсіп қалады, сөйтесіз де әрекет етпейсіз да, ертеңде Аллах қалаған жоқ деп жауап саласыз. Аллаға пихатель саламыз. Яғни қолынан күшті бір нәрсе келіп жатса, мен жасадым деп кеудемізді қағамыз, қолымыздан келмей жатса, сол ғой дей саламыз да. Яғни өзіміздің әрекетсіздігімізді Алла тағалаға жаба салуды қою керек. Можно сказать, Алла қаласа деп. Бала шағаңыз жалтақтатпай, саяхаттап, жақсы өмір сүргенін қалап ниеттеніп алсыз. Почему ол қаламайды? Почему ол қаламайды? Өзіңіздің әрекетсіздігіңізді Аллаға жаба салуды қою керек құрметлерім. Аллах жомарт, Аллах мейірімді, сіз үйде жүрген бөпеңізді, балаңызды, немерелеріңізді қалай еміреніп жақсы көріп, бүкіл проблеманы ұмытып анаған езіп кетесіз, Алла тағала сізді содан 100 есе қатты жақсы көреді. Өзіміздің таңдауымызды Аллаға пихат етіп тастаудың қажеті жоқ. Жаңа Құрманға сатып айтады, бір магазин ашты дейді. Ол жерде арақ шарап та бар, ол жерде нан сүт те бар дейді. И бір адам келеді, күнде арақ сатып алады да, алқаш болып кетеді, сатушыға айтады. Мен сен үшін алқаш болып кеттім. Это нормально? Яғни бізге таңдау беріп қойған. Оның ішінде жамандық та бар, жақсылық та бар, байлық та бар, кедейлік те бар, саулық та бар, ауру да бар. Өзіміз оны таңдадық. Өзіміз таңдадық. Әсіресе артық салмақтың әйелдері айтады ғой, әй, не сенің салмағың мынадай, денең бәрі май басып сөйлелет болып кетсін десем, өзім сондай генетикам дейді да. Әй, сен ананың жатырынан шыққан кезде әп-әдемі кожамен туылдың ғой. Өзіңнің не болсын соны жеу, дұрыс былшиып жату, салауатты өмір ұстанып алуының салдарынан семірдің, не істедің, сосын генетикасына, анау менің арғы атам семіз болған, соған тартқанмын, сүйегім ірі деген сияқты сылтауларға не істей салады да. Сондықтан құрметлерім, ешкім өмірге аяқ салбырап кедей болып келген жоқ, немесе бай болып келген жоқ. Бұл бүгінгі біздің барлығымыздың әрекетіміз, бұл біздің таңдауымыз ең бірінші. Екіншіден, Алла тағалаға не только сенім арту, оның сізге беретін не? Алла тағала бұл компанияда тек қана платинумды әсер жабат деп қойып қойған жоқ. Әр қайсыларыңыз, просто сіздердің аппетиттарыңыз өздеріңізде сол болып тұр ғой. 200-дің, стардың, жаңағы мастердің деңгейінде болып тұр. Прям ставьте, мен сіздерге айттым ғой, ана мысал, иә? Егер аңшы кішкентай жаңағы жәндік
қоянға охотаға шықса, аңға шығатын болса, ол соны алады. Ал егер аңшы қасқырды меңзетін болса, ол жолда қоянды татып алады, қасқырды алады. Яғни үлкен мақсат қоямыз, бірақ үлкен мақсатқа жету кішкентай әрекеттерден басталады. Кішкентай әрекет дегеніміз не? Құрметтілерім, енді сынақты түсіндік па? Проблеманы түсіндік па? Бізге ешқандай қиындық проблема на нас не действует. Осы қабылдауларыңыз керексіздер. Это нормально. Бүгін бір адам жоқ деді ма, келесі адам я дейді. Жаңағы сіздің сұрағыңызға жауап беріп кетейін. Біздің қазіргі біздің әлемде адамдарда бүйтіп айтады ғой, адам сізге иә деп айту үшін сен ол адамға тиімді болуың керексің. Я деп айту үшін. Выгодный болуың керексің. Пайдалы болуың керексің, я? Дұрыс қой? Я деп айту үшін, сен тауарыңды алу үшін, сен выгодный пайдалы болуың керексің. Ал енді адамдарда қазіргі бүкіл әлем бойынша 3 проблема бар. 3 проблема. Бірінші проблема ақша. Екінші проблема денсаулық. Давайте, қандай проблема? Ойланайық. Бүкіл әлем бойынша барлық адамда 3 проблема бар. Бірінші проблема ол ақша, я? Екінші проблема денсаулық. Үшінші проблема кредит. Үшіншісі ақша деген сол кредит бәрі ғой. Сенімсіздік. Үшінші проблема орта. Окружение. Ана Құрманғазы ағайымыздың айтқан сөзін сіздер білесіздер, я? Үйде отырмаңдар деген. Әлсіз жерден, сізді әлсіз қылатын жерден, күшті қылатын жерге орныңды ауыстыр деген хадис бар. Үшіншісі орта. По-любому орта. Жаңа айттым, өмірде сіздердің басқа адамдарға бір саты төмен болғандарыңыз тиімді. Ал мына жерде сіз кейбіреулер шағымдап, менің наставнигім мынандай, наставнигім бүйтті, сөйтті дейді. Наставник сізді қанша жерден жек көріп тұрса да, ол сіздің өскеніңізді қалайды. Почему? Потому что маркетинг план бойынша сіз өскен кезде ғана наставниктің табысы өседі. Яғни бұл жерде әр адам сіздің күшті, бай, мықты болғаныңызға мұқтаж 100%. Енді қараңыздар. Жаңағы проблема дегеніміз, үш проблема денсаулық дедім, ақша дедім, орта дедім. Мына 3 проблеманы біздің сап компаниясы шешеді ма? Шешеді. 3 проблеманың да шешімі сапта бар. Яғни біз бүкіл Қазақстанда 20 миллион халық болса, 20 миллион досы компанияға шақыра аламыз. Өйткені барлығын бойында осы проблемалар бар. Біреуінде мынау бар, біреудің ақшасы бар, бірақ орта керек болып жүр, признание керек болып тұр, біреуіне денсаулық керек дегенде, Енді қараңыздар. Бірақ адамдарда осы проблема бар бола тұра, кейбір адамдар бар. Проблемасы бар, бірақ шешуге дайын емес. Проблемасы бар, шешуге дайын. 100% сонда адамдар бар, қыздар. Елдің барлығы прям күшті болып, келіп нәзін өсіп кетеді деп айтудан аулақпын. Енді қараңыздар. Проблемасы бар, ақша жоқ, кредит, қарыз, бірақ соны шешуге дайын емес адамды. Қазақтың әйелінің мотивациясы бала ғой. Біздің менталитетіміз сол. Мен өзге российский компаниялармен жұмыс жасадым. Оларда ақша тапса бітті, өзіне бренд алады, ақша тапса күйеу әйел бала шағасын тастайды да шетелге саяхаттап кетеді. Яғни олар өздеріне жұмсайды. Ал біздің менталитетіміз қанша жерден жоқ болса да, ең бірінші тапқан табысымызды баламызға, ата-анамыз, енеміздің барлығы, содан қалған өзімізге алатынымыз. Бұл біздің қанымызға сіңіп кеткен қасиет. Енді қараңыздар, біздің, мысалы, менің сөзім сіздерге мотивация болмау керек. Вообще, егер сіздер менің мотивацияма мұқтаж болсаңыздар, потому что мотивация қазір нелден шығасыздар, үйге барып күйеуіңіз успокойся дегенде жеңіл шығып кетеді сразу. Сіздің мотивацияңыз үйдегі балаңыз. Сіз балаңызға қаншалықты ана ретінде жағдай жасап отырсыз? Қаншалықты? Мысалы, мен бір подружкам айтады да, менің балам бір мектепте оқиды дейді да,
и айтады, мама қашан хотя бы Қапшағайма бір жаққа барайықшы, потому что бүкіл классымдағы балалар жаз шыққан сайын Дубайда, Мальдивта, Турцияда жүреді дейді да. Менде ондай мүмкіндік жоқ. Жүрегім езіліп кетті, жүрегім ауырып кетті. Кел давай осы жерге дедім. Яғни біздің мотивациямыз, біздің баламыз үйде жүрген. Оның ертеңгі болашағын біз қаншалықты қамтамасыз ете аламыз, иә? Қаншалықты оның оқуға, кредитсіз оқуға түсуіне, кредитсіз той жасауына сіз жағдай жасай аласыз. Даже мына НТ-дағы суицидтің жартысы статистика бойынша. Отбасыда ақша жоқ оқуға түсуге. И мамасы ана баланы тоқпақтайды. Дайында, сені ақшаға оқуға түсіретін, менде ақша жоқ. Қазір мына НТ-дан өтпесең все, шопыр боласың, уборщик боласың, қарауыл боласың дейді. Бала ана НТ-ға до такой степени напряженно барады да, біліп тұрған нәрсесін ұмытып кетеді. Давка ата-анасынан давка түскен. Мысалы, даже Айнұрдың да, менің де балаларым біз сабақты күшті оқиды деп айтпаймын, 4-3 сондай алады да. НТ кезінде Айнұр да мен де айттым, балам бар, оқы, өтсең өттің, НТ-ні тапсыр, дайындал, өтсең өттің, өтпесең ничего ақша бар, оқуға, ақыл оқуға түсіреміз деді. Менің балам грантқа түсті, кәдімгідей гранттың балын алып алған. IELTS-тан да. Почему? Потому что балада напряжение жоқ. Жеңіл бар. Ана балалар қалт-құлт етіп барады да. Яғни біз балаларымызға сондай жағдай жасау үшін де бізге ақша керек, құрметтер. Енді қараңыздар, сіздің балаңыз мотивациясы, сіздің мотивацияңыз үйде жүрген балаңызға жақын болашақ беруге мына компания сіздерге мүмкіндік беріп тұр да, и сіздің балаларыңыздың былай қарағанда болашағына жауып тұрған ана біреудің 20 адамның отказы ғой. Глупо ма? Қазақтың мынандай сөзі бар. Анасы баласы үшін отқа да түсуге дайын. Қайдағы от? Қайдағы от? Қазіргі заманның әйелдері, міне қараңыздар, қазіргі заман менің қарным ашып, үйі жоқ, қарызы бар, кредиті бар, аяқ қолы сау, бірақ біледі, маған мотивация керек дейді. Басынан тоң қойткызым келеді да. Анасы баласы үшін отқа да түсуге дайын деген сөз қайда? Біз мотивация үшін, даже мотивациясыз әрекет етпейтін болған ғой біздің әйелдер қазіргі таңда. Қарның ашады ма? Қарның ашады. Жүрегің ауырады ма? Жүрегің ауырады, құрметтер. Сондықтан сіздерге, сіздің балаларыңыздың болашағы ертеңгі күні жаңағы, егер енді жаңағы сіз айттыңыз ғой, адамдар тіркелмейді, келеді, ештеңе істемейді дейді. Егер сіз өзіңіздің тарапыңыздан бәрін түсіндіріңіз. Өзіңіздің тарапыңыздан бизнестің мүмкіндігін, осы жерде ол мүмкіндікке жету үшін не істеу керек екенін, қыздар, осыған назар аударайық. Біздің мынандай жіберетін қателігіміз. Қазір мынадан шығарамыз, сосын көштілеп тұрып біреуді шақырамыз. Ханым бәрін шақыр деп айтты. Бизнесқа шақырамыз, бұл жерде миллионер болады, ортаң болады, ертең балуан шолақтың сахнасына шығарамыз, деп шақырып аламыз да, жандырып, плюстарын айтамыз да, бірақ соған жету үшін не істеу керек екенін жасырып қоямыз ғой. Басынан хочешь это? Хочу. Балуан шолақта тұрғың келеді ма? Хочу. Но ол үшін сен күнделікті тізім жасауың керексің, күнделікті обзвон жасауың керексің, офисқа келуің керексің, статусқа қоюың керексің, инстаграмға қоюың керексің, жақындарыңа айтуың керексің. Осы нәрсені айтпаймыз ана адамдарға. Енді қараңыздар, жаңағы әйел қарызы бар, кредиті бар, үйі жоқ, баспанасы жоқ, балалары жүр мөлкілдеп, сол әйелге сіз өз тарапыңыздан барлығын түсіндіріп жеткізгеннен кейін бұл әйел әрекет етпесе, қыздар, бұл әйелді даже үйінде көз мөлтілдеп макарон жеп отырған баласы көтере алмаса, сіз тұрғыза алады дейсіздер ма? Значит, проблема есть, бірақ оны шешуге дайын емес. Оставляем его в покое. Сызып тастау қажет емес, просто жайына қалдыр. Энергияңды бір адам 20 адамға жұмсамаңыз. Ана 20 адам жасамады деп соның бетіне қарап тұрмаңыз. Ана жақта сіздің 300 құдағиыңыз жатыр. Соларға қарай жұмсаңыз. Бір адам жоқ деді ма, жайына қалдыр. Бірақ сен де обязательно мынандай сұрақ өзіңе қояды. Мен өз тарапымнан бұған барлығын түсіндіріп жеткізіп үйреттім ба? Иә деген жауап алсаңыз, жайына қалдыр. Ал егер сіз жоқ, мен бұл кісіге дұрыс түсіндірген жоқпын, бұл кісіге әлі жеткізген жоқпын деген сондай сауалдарды алатын болсаңыз, тағы да обзвон жасап түсіндіру керек. Яғни
Ол елдің барлығы бұл бизнесқа тіркеліп кетеді деген сөз емес, құрметтілерім. Проблемасы бар. Оны үйінде жүрген кішкентай бөпесі орнынан тұрғыза алмаған адамды сіз тұрғыза алмайсыз. Жайына қалдыр. Өкінішке орай осындай адамдар бар. Сондықтан, мына сіздің сұрағыңызға жауап бердім деп ойлаймын, 20 адам, ол сіздің ертеңгі күні табатын миллионыңыз, ертең Стамбулға барамыз, Айнұр Тұрсынбаеваның яхтасына. Соған 20 адам сізді сол жолдан тоқтатпау керек. Яхтаға барамыз ба бәріміз? Давайте, смело, давайте. Түсінікті ғой, Енді қараңыздар. Жаңағы жұмыс туралы айтайық, әрекет туралы айтайық, жұмыс туралы айтайық. Маркетинг планды жаттау керек. Прям тапсырма. Маркетинг планды жаттау керек. Маркетинг план дегеніміз не? Маркетинг план дегеніміз ол сіздің бизнес жоспарыңыз. Сіздің жоспарыңыз. Енді қараңыздар, құрметтілер, мынандай сөзді мен ылғи айтып жүрмін ғой. Кедей адамдар армандайды, бай адамдар мақсат қояды. Кедей адамдар армандайды, бай адамдар мақсат қояды. 100%. Далада жүрген бомждың өзі миллионер болсам деп армандап жүр. Ойламаңыздар, менің арманым бар все депті. Ал мақсат дегеніміз не? Мақсат дегеніміз, құрметтерім, сол арманға қалай жетуді түсіну. Понимание. Яғни, сіз маркетинг, келіңіз, осы жердегі мақсатыңыз, жаңа мысалы машина алу болсын, Машина алу деген мақсатты қойдыңыз ба? Машина егер сіздің арманыңыз болса, жүре бересіз просто. Ой, машинам болса, шіркін, визуализация, мотивация жасап жүре бересіз. Ал егер сізде машина мақсат болса, сізде уже маркетинг планды білу керек. Потому что маркетинг план дегеніміз осы машинаға қалай жетудің жолы. Әрі маркетинг план білмейтін адамдар бар. Пожалуйста, бір күн, бір сағат тикток қарамай маркетинг план жаттағаныңыздаршы. Бір сағат. Все, сіз уже білесіз. Так, бірінші линия мынанша адам, қазір мен сізге 200-ді ары қарай түсіндіретін боламын. Бірінші линия мынандай, тіркесем мынандай болады, Яғни маркетинг план жаттау. Содан кейін тізім, қоңырау, кездесу көмектері. Олсыз ешқандай сетевой компанияда өсу болмайды. Сіздің қазір просто списоксыз адамдарға ұсынғаныңыз, айтады ғой, елдің барлығына мен бизнесті ұсындым, уже жоқ деді. Көбісі тіркелген жоқ, тіркелді. Болды. Менде адам жоқ деген адам тізіммен жұмыс жасамаған адам. Егер сіз тізіммен жұмыс жасауды қолға алсаңыз, және сол тізіммен жұмыс жасауды командаға үйретсеңіз, мына айтайын бар, новичоктардың басым көпшілігі бұл бизнесте әлі не жасағым дейді, тіркелді, сіз оған күшті мотивациямен шақырып алдыңыз, тіркелді, ол ары қарай не істерін білмейді. Почему? Потому что система жоқ. Система дегеніміз не? Яғни сіз өзіңіздің командаңызда кәдімгі система жасап қойсаңыздар, тіркелгеннен кейін мынаны істеу керек. Система регистрации команды. Как? Система продажи, өнімді сату системасы. Қалай? Инстаграм арқылы, тиктокқа қоямыз, неға қоямыз. Ол үшін материалдар беру керек. Система команда жасақтау, тізім, шақыру. Яғни осының барлығын систематизировать ету керек. Системна жұмыс жасау дегеніміз құрметтілерім. Бұл да біздің исламнан алынған. 5 уақыт намаз. 5 уақыт намаз системна. Каждый пятницу жұма намазға бару система. Яғни Алла тағала бекерден бекер бұл ережені жасап қойған жоқ. Яғни адам күнделікті бір нәрсені қайталай жасай отырып профессионал болады. Күнделікті бір нәрсені қайталап жасай берсеңіздер, сізде уже кәсібилік, уже сізде дағды, навык пайда болады. Күнделікті осы бизнесқа уақытыңызды арнап, хотя бы осы бизнесқа бір апта бұл бизнесқа фокус жұмсамайтын, бір апта бұл бизнесқа уақыт жұмсамайтын адамдар бар. Бір апта даже. Ал хотя бы сіз күнделікті, хотя бы 2-3 сағатыңызды осы бизнесқа арнаңызшы. Тұрақты тамған тамшы тастың өзін жарады. Яғни система кішкентай әрекеттер ертең сізге үлкен нәтиже алып келеді, қыздар. Күнделікті осыны әдетке айналдыру керек. И құрметті наставниктар, сіздер командаларыңызда кәдімгі система орнатуларыңыз керексіздер. Тіркелген адам қай жаққа қосылады? Келесі этап не? Ол не істеу керек? Қай сабақты көру? Ол адам не істеу керек? Тізім жасау керек. Ол адам сторисқа не қою керек? Қандай информация?
яғни осыны систематизировать етіп қойсаңыз сен, ертең осыны сенің бірінші линияң жасайды, бірінші линияң сенен үйренгенді командаңа үйретеді, сөйтеді. Яғни уже сізде уже командаңызда система болады. Яғни мен 10 жыл бойы сетевой бизнесте жұмыс жасағанда командама бірінші күннен бастап осы системаны үйретіп қойғам. Сол кезде ана келіп адам Ардақаны мен тіркелген не істеймін демейді, потому что ол жерде уже бар система. Бірінші шарт, екінші шарт, үшінші шарт не істеу керек екенін біледі. Түсіндіңіздер ма? Енді қараңыздаршы, құрметтерім. Тұрақты тамған тамшы тастың өзін жарат деді, иә? И никогда не думайте, что менің көшбасшым менің арқамда табыс тауып жатыр. Менің арқамда байып жатыр. Менің арқамда өсіп жатыр. Арқылы байымайсыз. Сіз сіздің наставнигіңіздің жасаған системасы арқылы табыс тауып отырсыз. Құрып қойған системасы арқылы табыс тауып отырсыздар. Сол үшін құрметті наставниктардың құлақтарына алдыңызға структураңызда бардақ болмау үшін осындай системаны құрып, бірінші денеңізге үйретіп қойсаңыз, ол ары қарай өздері командасына үйрете береді. Жасайтын адам жасайды, ал жасамайтын адам, жаңағы баласының өзі орнынан көтергізе алмаған адам, ол жасамайды. Түсініңіздер ма? Маркетинг жаттаймыз ба? Кеттік, уақытымыз бізде уже бітіп қапты. Мен сіздерге маркетинг айтам деп келген сәттерім. Ол маркетинг өздеріңіз-ақ үйреніп аласыздар. Қайықтан мынаның несі? Мақпал қойып мен Аружан қайда? Ана жаққа Бүйте салмасақ болмай ма? Қараңыздар. Маркетинг план. Біздің маркетинг планда болған өзгеріс. Бұрын, қараңыздар, жеке көлем дегенімізде, біздің компанияда ақша табудың бірнеше жолы бар. Ең басты мен сіздерге қазір жолдарын түсіндіріп кетейін. Бұл дегеніміз личный авион, көшбасшы бонус, жеке көлем, қазақша айтайық. Жеке көлем деген сіздің айдиіңізден өткен товарооборот. Көшбасшы бонусы, одан кейін көшбасшы бонусының премиясы және квалификационный. Осы жерге дейін үйреніп алайықшы, ертең неге шығу үшін, балуан шолаққа бару үшін. Сосын бриллиантымен нелерді үйренеміз. Енді қараңыздар, жеке көлем дегеніміз не? Жеке көлем дегеніміз әрқайсыларыңызда ID номер бар, MG деген. Сіздің ID номер арқылы өткен товарооборот, PV. Жеке көлемді өзіңіз жасасаңыз болады, и плюс клиенттер. Клиенттермен де жауаптастыруға болады. Түсіндіңіздер ғой, иә? Енді қараңыздар, біздің жеке көлем негізгісі активация 50 PV. Бұл сіздің контрактты белсендіру. Тіркелдіңіздер 50 PV жасадыңыздар, сіздің контракт уже 6 айға активный. Сайтқа доступ бар деген сөз, да? Но мы это забудем. 50 PV дегеніміз бұл. Вообще ұмытыңыздар, қыздар. Ұмытыңыздар. Егер сіз бүкіл фокусты 200-ге жасайтын болсаңыздар, и командаңызға осы 200 үйрететін болсаңыздар, елестеңіздерші, командаңызда 10 адам 50-ден жасаса товарооборот қандай, 10 адам 200-ден жасаса товарооборот қандай. Яғни бүкіл фокусты осыған қою керек. Яғни мен бұрынғы бизнесте де тоже бізде активация 70 болды, бізде ешкім 70 жасамайды, потому что басынан барлығына 200 PV жасауды үйретіп қойды. Сондықтан дәл осы дәстүрді бізге аламыз. Еще ол тиімді. Яғни қараңыздар, не үшін? Өйткені мына 200 PV-дің 50-ін өзіңіз аласыз үйге, өзіңізге керек шампунь, зубная паста, қалған 150-ді сатасыз клиенттерге. Сөйтіп, общий 200 PV жасайсыз. Яғни 150 PV сіздің жаңағы сату қабілетіңізді арттырады. Түсінікті ғой? Енді қараңыздар. Жеке көлем қазір бізде 200 PV-дан өзгеріс болды. Маркетинг планда 50 PV, 75 PV-дің барлығының өзінің ақшасы бар. 50 PV жаттап алыңыз. Тура көбейту кестесі сияқты жаттап алыңыз. Бірінші сыныпқа барғанда көбейту кестесін жаттадық па? Пенсияға шыққан сайын уже біздің миымызда жоқ қой, уже әлі білеміз. Сол сияқты мына жерде маркетингті тіркелген кезде жаттап алсаңыздар, ертең анау бриллиантовый болғанша, платином болғанша сіздерде уже сол сізбен серік болып жүреді. Уже сіз біліп жүресіз маркетинг планды.
жасасаңыз, о, бүгін мен маған продажа 70-ге жасадым продажа, маған мынау ақша түсті. Так, қазір оны 200-ге жеткізсем, маған мынау түседі деген сияқты. Сізде профессионализм, бизнес мышление пайда болады. Түсінікті, иә? Енді қараңыздар. Мен сіздерге 50 PV-дан 150 PV-ға дейін ешқандай өзгеріс жоқ. Сол ақша қалды, иә? 3500, 7500 сол ақша қалды. 200 PV-дан бастап түсіндірейін. Қараңыздар. 200 PV бұрын 200 PV сен жасасаң 16.000 теңге сізге түсетін. 250 20.000 түсінікті, иә? Енді қазір қараңыздар. 200 PV-ға 20.000 теңге түседі. 250-ге 25.000, 300-ге 30.000, 350-ге 35.000, 400-ге 40.000, 450-ден ары қарай кете береді. 1000-ға дейін кете береді. Бұл негізі продажниктарға өте мықты инструмент, қыздар. Қараңыздаршы. Просто элементарно, математически, логически ойланатын болсақ, түсінікті ғой, мынаны жазып алдыңыздар, иә? Жаттап аласыздар. 450-ден ары қарай былай ғой. Мысалы, 50 PV-ға қанша бізде? 3500 ба? Егер сіз 500 PV жасасаңыз, қанша болады сізге? 45.000. 45.000 плюс 3500 қосылады. Түсінікті ғой? Ары қарай қосыла береді, айналып кете береді 1000 PV-ға дейін. Түсіндіре алдым ба? Түсіндіре алдым, иә? Кеттік ары қарай. Енді қараңыздар. Сюрприз. Қай жерде тұрмын мен? Қаяқтан не? Мынау ма? Көзім көрмейді мен. Жоқ, анау. Иә. Енді қараңыздар күйетілер. Мынау басы ғой. Яғни қараңыздар. Осыны жаттап алыңыздар, хорошо? Маркетинг план дегеніміз осы. Тым қиындығы жоқ. Білесіз, 50 жасасаң 3500, 75 жасасаң 5500 теңге түседі, 7500 жасасаң мынандай түседі. Жалпы 150 PV-ға дейін құрметтілерім. Сіздер мынаны бүйтіп ойлауларыңыз керексіздер. Сіздер бәріңіз осы жерге келдіңіздер де, бұрынғы магазиніңізді мына магазинге алмастырдыңыздар ғой. Бұрынғы шампуніңізді біздің шампунға алмастырдыңыз. Бұрынғы креміңізді біздің кремге алмастырдыңыз. Бұрынғы шайыңызды біздің шайға, аптекадағы бұрынғы витаминдеріңізді біздің витаминға алмастырдыңыздар ғой. Енді қараңыздар, бұл не білдіреді? Сіз бұрын аптекаға, магазинге барып шампунь алған кезде сізге ақша қайтарып беруші ме еді бонус деп? Жоқ. Яғни біздің компанияда сіз өзіңізге шампунь алдыңыз, өзіңізге шайлар алдыңыз, ақша қайтып жатыр. Яғни бұл дегеніміз просто сіздің жасаған покупкаларыңыз үшін сізге компанияның бонустары, рахметі, түсінікті, иә? Енді қараңыздар. Жақсы жаңалық. Жаңағы біздің ақшамызға қоса, мынандай премия түсті. Ой, премия, подарочный түсті. Подарочный. Енді қараңыздар, түсіндірем. Егер сіз 200 PV жасайтын болсаңыз, өзіңіз 50 PV қалдыңыз, қалған 150-ді бір адамға сатып жіберсеңіз, сіздерге 20.000 теңге ақшалай, плюс 16.000 теңге продукция подарочный түседі. Яғни, мына 16.000 теңгені сіздер тегін продукция алуларыңызға мүмкіндік бар. Түсінікті ма? Иә. Егер сіздер 400 балл жасасаңыздар, 300, каждый 100 PV екен бізде, каждый 100 PV, 300 PV жасасаңыздар, сіздерде ақша, 30.000 теңге ақша, және 24.000 теңге подарок. Егер сіздер анау менің презентациямды алып егер сіздер мысалы 400 балл жасасаңыз, 400 PV жасасаңыз, сізге 32.000 теңге сыйлық. Бұл әшейін басы қараңыздар. Мысал ретінде келтірейік. Ана мысалға мысал, қараңыз. Сіз өзіңіз жеке 200 PV жасадыңыз. Не үшін біздің маркетинг жомарт отырмыз? Не үшін назар аударыңыздар? Не үшін бізде 200 PV-дан бастап ранг, ешқандай компанияда 200 балл жасағаны үшін ранг бермейді.
тек қана сат компаниясында. Ол ранг тек қана бір атақ үшін берілген жоқ, сіздің ақшаңыз көбейсін деп. Өйткені сіз 200 PV жасаған кезде мастер деген рангты жабасыз да, осы 200 PV-дің 5% товарооборотын аласыз плюс. Ал енді қазіргі маркетингпен қараңыз. Өзіңіз 200 PV жасадыңыз, сізге 20 000 теңге түсті. Плюс 16 000 теңге подарочный түсті. Және 200 PV-дің 5% 4500. Просто сіз 50 PV-ға өзіңізге алып, 150 PV құдағай подругаларыңызға саттыңызда, на ровном месте 40 500 теңге. Ешқандай сетевой бизнесте мынандай щедрость жоқ. 200 PV-ға 40 500 теңге ақша. Бұл жерде даже сіз ашейін бизнесті даже бастаған жоқсыз. Өзіңіз тұтындыңыз, 150 PV-ға саттыңыздар. Вот осы 200 PV-ді командаға үйрету керек. Үйде отырған ана келді, үйде отырған ана келді. Қараңыздар, мен бай мысал келтіремін бұны ше. Мысалы сізге бір кісі айтса, бір 2 пакет китайский киім әкеп берді, китайский киім әкеп берді, айтты. Мына жерде 200 000 теңгенің товары. Осыны сатып тасташы, пожалуйста. Сатып берші, 40 500-ін саған беремін десе, сіз не істейсіз? Сіз ешқандай ақша құйып атқан жоқсыз. Ешқандай риск жоқ, ешқандай тәуекелге беру. Просто сіз на ровном месте 40 500. Дәл солай, сат компаниясы сіздерге міне продукцияны ұсынды, и сіздерге айтып отыр. 200 PV-ға сатта 40 500-ді өзім алып қал. Түсіндіңіздер ма? Ал енді мына мастер деген бұл ақша қақтан түсінбесеңіз сразу сұрабаңыздар. Сразу сұрабаңыздар. Мынау қайдан шыққан түсінікті ғой, Бұл стандарт, уже жаттап аласыздар таблицаны, 200-ден қанша түседі екен деп. Мынау да стандарт, уже білесіздер, 200 PV-ға 16 000 подарочный түседі екен. Жаңа 16 000 теңгеге товарды өшірмен таңдап Бұл жер сайтта тұрады. Сайтта подарочный, ограниченный 12 позицияға продукция тұрады. Солардың ішінен таңдайсыздар. Енді қараңыздар, 5% бұл мастердің несі, түсіндіңіздер, общий табыс 40 500. Түсінді ғой? Енді қараңыздар, келесі мысал. Мысалы, жеке көлем 400 PV болса. 400 PV жасайтындар барған мощный продавецтер. Это вообще нечто ғой, қыздар. Егер сіз өзіңіз, лично өзіңіз 400 PV-ға сатсаңыз, сіздерге күшті инсайт. 2 адам тіркеңізде 50 PV-дан жасатыңыз. Сол кезде не аласыздар? Бізде личный объем стандартный. Келесі бізде көшбасшы бонусы деген бар. Көшбасшы бонусы дегеніміз сіздің бірінші линияңызға тіркелген адамдарға сіз көшбасшысыз. Егер сіздің бірінші линияңызға тіркелген әр адам 50 PV-дан жоғары жасайтын болса, сізге 4000 теңге ақша түседі. Мысалы 2 адам жасады, 4000 плюс 4000 8000 теңге. Енді қараңыздар, 400 PV ЛО жасадыңыз. Жеке көлем жасадыңыз, 400 PV-дің ақшасы 40 000 теңге, подарочный 32 000 теңге, және сіз осы жерде автоматом мастер 1 деген ранг жауып тұрсыз. Мастер 1 рангының проценті 10%, 22 500 теңге, және көшбасшы бонусы дегеніміз, на екеуі 50 PV-дан жасап 4000-дан 8000 теңге, табыс 102 500. Просто 400 PV личный объем жасап, 2 адам ғана тіркеп 50 PV активациядан жасап, сіз 102 500 теңге ақша таба аласыздар. Мощно ма? Это мощно. Мына мүмкіндікті жіберіп алмау керек. Ақша 2 еселенді сат компаниясында. Ағайын! Келесі, мысал, бірінші линияда 5 адам бар. 5 адам бар. Бізде жаңа мен сіздерге айттым. Жеке көлем деген бар дедім. Өзіңіз сатқан және клиенттеріңізге сатқан PV. Одан кейін көшбасшы бонусы дедім. Көшбасшы бонус дегеніміз бірінші линиядағы әр адам 50 PV-дан жоғары жасаса, әрқайсынан 4000 теңге түседі дедім. Содан кейін бізде көшбасшы бонусының премиясы бар, сыйақысы бар. Ол дегенімізде бірінші линияңызда 5 адам 75 PV-дан жоғары, немесе 5 адам 150 PV-дан жоғары жасаса, еще қосымша премия бар. Оны маркетинг планынан жаттап аласыздар, уже білесіздер.
так, бірінші линиядағы 5 адам 75-тен жасаса мынанша түседі екен, 150-ден жасаса мынанша түседі екен, 7 адам жасаса мынанша түседі екен, 9 адам жасаса мынанша түседі екен, 15 адам жасаса, яғни ақша адам көбейген сайын ақша көбейеді. Яғни қараңыздар, әр қадам ақша ғой, әр қадам ақша. Өзіңіз сатқаныңыз үшін ақша тауып аласыз. Еще әр адам бірінші линияға тіркелген, әр адам 50 PV жасаған үшін ақша жасап аласыз. Және еще соларды ширина қылып, бүйтіп ұлғайтқаныңыз үшін еще премия беріп отыр компания. Мынадан бөлек, мына жерде бір адам 50 PV жасаса да, сізге 4000 теңге әрқайсынан түсіп отыр. 2 адам жасаса 8000, 3 адам жасаса 12000, Ал көшбасшы сыйақысы дегеніміз, ол 75 PV-дан 5 адам, 7 адам, 9 адам, 12 және 15 адам. Осылай. Яғни сіздер уже түсінесіздер. Мысалы, маркетинг планды білген адам біледі. Так, 150, вообще 250 дегенді ұмытамыз қыздар. 200-ге жұмыс жасаймыз. Жалпы адамның психологиясы сол. Егер біз сат компаниясының маркетинг активациясы 200 десек, бәріміз 200 жасаушы едіңіздер. 50 болғаннан кейін 200 ойланып тұрсыздар да. Егер сіз командаңызға осы 200-ді құйып қойсаңыздар, все, они забудут. Мен 10 жыл ана компанияда сөйткем. Менде 100 000 команда болды. Елестетіңіздер, 100 000 команда егер стандартны 70 жасайтын болса, товарлар қалай болушы еді? 100 000 адамды мен 70 деген миларын алып тастадым да, тек қана 200-ге отырғыздым. Сонда менің товарооборотым 3 еселенген ғой. Көрдіңіздер ма? Это сіздер үшін выгодно. Сіздер үшін және сіздердің партнерларыңыз сатып үйренеді. Сатып үйренеді продажа. Бізге бүйтіп айтып ғой, команда жасақтай алмаймын, мен өзім ғана сатам дейді. Пожалуйста, 400 PV жасаңыздар, личный объем, 1000 PV жасаңыздар, личный объем. Щедрый маркетинг жасалып қойған. Түсіндіңіздер ғой, Енді қараңыздар. Әр шарт. Мынаны түсіндірейік. Сіздің бірінші өзіңіз ЛО 450 жасаңыз. Өзіңіз саттыңыз, клиенттеріңізге саттыңыз. Сосын сіз 5 адам тіркедіңіз командаңызға, 5 адамның 4-еуі 200-ден жасатқыздыңыз. Бұл 4-еуі 200-ден жасаған үшін әрқайсысы 40 500 тауып отыр. Сосын бір адам мен 200 жасамайым, 150 жасаймын деді. Қанша ақша табасыз? Ой. Енді қараңыз, қанша ақша табасыз? Жеке көлем үшін 45 000 теңге түседі. 450-ге. Подарочный 32 000. Представьте себе, неге келесіздер де 32 000-ға просто продукция өзіңізге тегін алып аласыздар. Оны сатасың еще. Оны еще сатсаң да болады, өзің қолдансың. Сатып ақшаға айналдырып ал, пожалуйста. Келесі, мынаған назар аударамыз маркетингта, қараңыздар. 600 PV-дан сіз мына жерде қандай ранг жауып тұрсыз? Мастер 2 рангын жауып тұрсыз. Мына жерде. Енді қараңыздар, не үшін мастер 2-ден 15%, не үшін мына жерден 10% алып отырсыздар? Өйткені, қараңыздар, осыны түсініп алыңыздар. 4 адам мастер жапты, ранг жапты. Бұл кісілер мастер рангы 5% дедім бағана, товарооборотта. Бұл әр қайсы уже өздерінің 5%-ін алып қойды. Сол үшін сіз 800 PV-дан 10% аласыз. Түсінікті, 800 PV-дан 10% аласыз. Қалған 600 PV-дан 450 плюс 150, бұл 600 PV. 600 PV. 600 PV-дан 15% аласыз. Сонда 600 PV-дің 15% 40 500, 800 PV-дің 10% 36 000 теңге. Еще көшбасшы бонусы бар. Мынау қайдан шыққан түсіндіңіздер ма? Түсіндіңіздер ма? Түсінбейтіндер керек маған. Сіздер айқанамақ қойыңыздар. Мынау қайдан шықты мына 20 000? 4000 теңгеден 5 адамнан шықты. Яғни просто сіз бірінші линияңызға 5 адамды шақыртып, оларды не то что 40 000 ақшаға шығартқаннан бөлек, сіз бұларға солармен жұмыс жасағаныңыз үшін компания әрқайсынан 4 000 теңге бонус наставника берді. 5 адамды 4 000-ға көбейтеміз, 20 000. Ал мынау КПС дегеніміз не? Көшбасшы бонусының сыйақысы. Маркетингті ашылған кезде сол жерде тұрады көшбасшы бонусының сыйақысы. 5 адам 150 PV-дан жоғары жасаса 15 000 теңге береді. Сонда қараңыздар, мына жерде қанша PV? 1300 950 ғой. 950. 1400 PV. 1400 PV-мен, мастер рангмен өзіңіз 450 PV жасап, бірінші линияңыздағы адамдарды 200 PV жасатып, оларды 40 000 теңге ақшаға шығарып, сіз 188 500 теңге айлық алып отырсыз. Мастер 2 ранғы.
мастер 2 рангын жауып отырсыз. Күшті ма? Келесі мысал. Личный объем 1000. Команда жасақтай алмаймын, ешкім тіркелмейді, бірақ өзім сатуды жақсы көремін деген адамдар. Пожалуйста, личный объем 1000 пивиға сатыңыз, 1000 пивиға сатыңыз, жеке көлем 1000 пиви үшін 97.500 теңге, сыйақы 80.000 теңге, 80.000 теңгеге сіз товар аласыз, еще оны сатып тастасаңыз да болады. И мастер 2 жаптыңыз, сіздің мастер 2-нің 15% 67.500, 1000 пивидің 15% 67.500, общий табыс 245. команда жоқ. Жалғыз өзіңіз сата отырып, личный объем 1000 пивимен 245.000 теңге без команды. Пожалуйста, сата алмай, команда жинай алмай, мен тек қана өзім сатқым келеді деген адамдарға компания щедрый маркетинг жасап қойған. Стримға шығасыздар, стримға шығасыздар, сатасыздар. ТикТокқа шығасыздар, прямойға шығасыздар, сатасыздар 1000 пивиға на ровном месте 245.000 теңге. Келесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 адам бірінші линияға тіркеді. Әртүрлі мысал, біреу 200 жасады, біреу 150, біреу 75, біреу 150, 75, яғни осындай жасады. Ол жердегі сіз өзіңіз 600 пивиға саттыңыз. 600 пивиға сатқаныңыз үшін ақша 57.000 теңге ақша, подарочный 48.000 теңге, мастер 3 рангын жауып тұрсыз, 20%, 1650-ден сіз 20% алып отырсыз. Және 200 пивиліктер бар ғой мына жерде. 200 пиви, бірақ 200 пиви барды. Бір 200 пивиден сіз 15% алып отырсыз, 13.500 теңге. Көшбасшы бонусы 1, 2, 3, 10 адам тіркеп, 10 адам өздеріне продукция алған үшін, сатқан үшін, осы товарооборот жасаған үшін әрқайсынан компания үшін 4.000 теңге берді. Көшбасшы бонусы 40.000 теңге. Көшбасшы бонусының премиясы 9 адамдық премияға түсіп тұрсыз. 9 адамдық премияның ақшасы 25.500, табыс 332.000 теңге. Әлі глубинаға көшкен жоқсыздар. Просто бірінші линиямен бір айдың ішінде, айтады ғой, команда жасамайды, бір айдың ішінде 332.000 ақша табуларыңызға мүмкіндік бар. Түсіндіңіздер ма? Көбіңіз дұрыс түсінбедіңіздер. Сол үшін сіздерге қазір үйде, өздеріңіздің личный офистарыңызға кірген кезде магазинға ғана кіріп шығамыз ғой. Магазинға ғана кіріп шығамыз болды. Кіріңіздер де, кіріп кабинет деп ашқан кезде презентация маркетинга деп тұр. Қазақша тілі бар. Соны басыңызда жаттаңыз. Уже біліп жүресіз. Цель осы айда 200.000 теңгеге шығу. 200.000 теңге жасау үшін мен личный объем мынаны жасауым керекпін, мынанша адам тіркеуім керекпін. Яғни сіздерде цель болады, құрметтерім. Сіздерде цель болған кезде уже вы понимаете, куда вы идете, қанша адам жасау керек. Уже сіздерде азат болады. Бұл әлі аяқталған жоқ деп. Я 81 адам қарап отыр. 490-нан бастап Gold, Platinum, Rubin, Сапфир, ранг тауар айналымы бонусына қатыса алады. Бұл дегеніміз не? Құрметтерім, біздің компанияда сіздердің ай сайын жасайтын енді қараңыздар, ақша табудың қаны, әр қадам ақша төлеп отыр компания көрдіңіздер ме? Сен сатқаның үшін, клиенттер әкелгенің үшін, бірінші линияға тіркеп адамдарға активация жасатқаның үшін, оларды ширинаға жасағаның үшін, глубинаға отырып квалификация жапқаныңыз үшін, еще плюс компания стар рангынан бастап, стар дегеніміз 2400-ақ пиви, 2400 пивиді жауып, стар деген рангты жапсаңыз, және осы стар рангының ақшасын аласыз, сізде 300.000, 400.000, 500.000 түсуі мүмкін. Және осы стар рангын әр айда табатын табысыңыздан бөлек компания сіздерге премия береді. Ол премияны старлар алатын бұрында, бронзалар алатын, сильверлар алатын. Қазір компания бізге платинум, рубин, сапфир рангтарын тауар айналым бонуста қатысатындай. Топ бонусы рангтың тауар айналымынан 1,5%. 2 миллион айлық алады. Еще тағы да 800.000 премия бар. Еще автобонус бар 6 ай сайын. Голдтардың премия, силверлардың премиясы 600.000 теңге. Представьте себе, қыздар, давайте, жұмыс жасау керек. Щедрый маркетинг, дайын бизнес, былай қарасаңыздар, ешқандай риск жоқ сіздерде. Ешқандай расход жоқ, ешқандай тәуекелге бел буып жатқан жоқсыздар. Дайын офис, дайын тауар,
сатушыға даже айлық төлеп отқан жоқсыздар. Мына дайын офисті пайдаланыңыздар да, біздің сіздерге дайындап берген керемет өнімімізді пайдаланыңыздар да, мына жомарт маркетингті пайдаланыңыздар да, бүйтіп білекті сыбана кірісіп, ақша тауып, платинум директі жабу керек. Минимум сөйтіп дүрілдетіп тұрып, сіздердің автобонус сіздерге тапсырып жатқанын куәсі болайық, қыздар. Amin. Түсінікті ғой? И мен сіздерге соңынан мына инсайтты айтқым келіп тұр. Құрметтілерім, бағана басында мен сіздерге бекерден бекер айтқан жоқпын. Адам адамға келеді деп айтушы еді, иә, командада. Адам әсіресе біздің қазақтар рухты болады. Біздің қазақтар ұлтшыл болады, иә. Компанияға адамды шақырған кезде командаңызды, өзіңіздің айналаңыздыға емес, компанияның миссиясына жинаңыздар. Отандық компанияны қолдайық, қазақтың компаниясын қолдайық, отандық компанияның өзіміздің жерімізден алған өнімімізді насихаттайық деген лозунгпен шақыру керек. Почему? Мен оны қашан түсіндім. Қараңыздар, мен өткенде ана жағдай болғанда жұмыстан ауытқып қалдым. Мен Шымкенттің болатын өте үлкен ауқымды жобаға қатыса алмадым да. Бірақ мен бармадым, мен келмедім екен деп жұмыс тоқтаған жоқ. Мен бармадым, мен келмедім екен деп анау Шымкенттегі жоба тоқтап қалған жоқ. Почему? Потому что олар ең бірінші очередь маған емес, компанияның миссиясына келді. Компанияның миссиясына келген кезде адам сіз көп адамдар біледі, өзінің энергетикасына, өзінің харизмасына, өзінің жаңағы миссия, өзіне шақырады адамдарды. Сосын мынандай болады, офисқа жаңағы сол жанып жүрген лидер келгенде офис деген қызып атады, шуылдап бәрі, анау менеджер жоқ, лидер жоқ болса, офис музей болып қалады ғой. Музей тыныш салбырап қалады. Яғни егер сіз келген әр партнерді осы компанияның миссиясына шақырсаңыз, осы компанияның миссиясын отандық компанияның айналасына жинайтын болсаңыздар, құрметтілерім, сіздерден адам кетпейді. Міне бізде Гуля келген жоқ, Айнура. Осы структурада мындай бір қыз бар. Кім? Арайлымда, атын айтпақ қойын. Күлпаш дей салайын. Күлпаш деген қыз бар. Оның астында Маржан деген. Nerede көріп отырма мен Шымкент Маржан. Маржанның Арайлымның Павлодар. Командасы бар ма? Ой, өзінің командасына шақырады. Сосын біраз уақыт өткеннен кейін біздің бизнеста действительно әділдік бар, біздің бизнеста еңбек бар. Яғни біздің бизнес адалынан еңбек етіп, тұрақты, системный жұмыс жасап табысқа жететін бизнес, иә. Бірақ көп адамдар оған шыдамайды. Тез жетсем, тез байысам деген адамдар енді кетіп жатады басқа жаққа. Сөйтіп Күлпаш өзінің жаңа Маржан деген подружкасын алып келеді, Күлпаш кетіп қалады басқа компанияға. Күлпаш кетіп қалады, анау астындағы оның подружкасы Маржан қап қалады. Яғни, егер Маржан Күлпашқа келген болса, ол Күлпаштың артынан кетуші еді. Но Маржанның бұл жерде қалғаны, Маржан бұл компанияның миссиясына келді. Осы компанияның отандық қазақтың компаниясы деп рухты жүрегін тыңдап келген жанда. Сондықтан мен сіздерге осыны айтқым келеді, құрметтілерім. Компанияның миссиясына, отандық компанияны қолдайық. Қазақтың компаниясы, кешегі батыста аншлаг болғанның 70% апалар, 60 жастағы, 50 жастағы апалар. Жандерім, қазақтың компаниясын қолдайық деп келген. Жүректеріңізден айналып кетейін, шыны керек бар ғой. Сондықтан сөйткен адам бұл жерден кетпейді. Мен сіздерге осыны жеткізгім келеді да. Барлығыңыз мені, Айнұрды, жаңағы мотиватор, мынандай деп естемеңіздер. Әр қайсыларыңызды мынаны түсініңіздер. Біз бұл жерде, ең бірінші енді адам болғаннан кейін, ана айтады ғой, біреуге пайдалы бол, дұрыс ол, пайдалы бол, бірақ адам өзін ойламай, басқа біреуді ойлайтын болса, ол адам ақымақ деген сөз. Ең бірінші, тіпті бізде исламда да айтады, өзіңді жарылқа, туған туысқаныңды жарылқа, содан қалып жатса басқаларға көмектес дейді. Садақаның өзін ең бірінші жақыныңа бер дейді, сол сияқты ең бірінші осы бизнесте өзіміздің жағдайымызды жасайық, біздің жағдайымызды жасай отырып, келген командамызды табысқа шығарып, солардың өмірін өзгеріп, солардың ақша тауып, үйде отырған, тек қана пособияға қарап отырған әйелді просто 200 пиве жасатып 40 500-ге дополнительно пособие қаншасы қазір?
пособие алатын әйелдер бар ма баладан? Енді қараңыздар. Үйде отырған 63 мың тауып атқан әйелге үйде отырып 200 пенде жасап 40.500 теңге пособиясының үстінен тапқан күшті емес пе? Рахат, я пока 200 үйретесіз, ары қарай 400, одан кейін старт 400 мың, 500 мың, 600 мыңға үйрететін боласыздар. Сөйтіп адам